Ақтөбе тұрғындары ойын алаңындағы дүкен құрылысына қарсы шықты. Жанжал 12-ші шағын ауданда өрбеді. 4 көп қабатты үйдің тұрғындары олардың ауласына ет павильонын ашпақшы болғандығына наразы. Олардың айтуынша айналасында сауда нүктелері көп, бірақ ойын алаңы біреу ғана. Мы здесь не играем, мы ходим в соседний дом. Біздің балалар тіпті мына жерде ойнай алмайды. Орын жоқ өйткені. Детей очень много. Біздің аулада бала көп, дүкеннің орнына балалар ауласын немесе спорт алаңдарын салмай ма? Қалалық сәулет бөлімі 15 шаршы метр жерде жер иесі бір қабатты дүкен тұрғызбақшы деп хабарлады. Бірақ тұрғындар тарапынан көптеген шағымдардан кейін жұмысты тоқтатуға тура келді. Қоғамдық кеңестер өткізеді. Егер де бүкіл тұрғындардың көпшілігі қарсы болып жатса, онда сол жерді басқа районға, басқа жерге орналастыруға қарастырылады. Әкімдікте соңғы шешімді қоғамдық тыңдаулар өткізілгеннен кейін қабылдайды. Тұрғындар қол жинап, дүкен құрылысына 60-тан астам адам қарсы болды.